Саламатсыздарбы балдар, математика пәні 154 сабақ. Бүгінгі сабағымыз шамамен орындалатын есептер шығару. Бұл сабақта шамамен орындалатын есептер модельдеуді және шығаруды білетін боласыздар. Алматыдағы мега ойын-сауық орталығының алдында шолу дөңгелегі бар. Оның орталық Азиядағы ең биік дөңгелек екенін білесің бе? Өрнектің мәнін тап, шолу дөңгелегінің биіктігін тап метрмен. 802 қосылған 660 бөлінген 6 азайтылған 451 тең 60 метр. Шолу дөңгелегінің биіктігі 60 метрге тең. 24 стандартты орын 6 адам, 12 жайлы орын 4 адам, барлығы неше адам? 24-ті 6-ға көбейтеміз, 144. 12-ні 4-ге көбейтеміз, 48. Жайлы орын 144-ке 48 қоссақ 192. Бұл жерде шолу дөңгелегіне 192 адам отырады екен. Болды 600 теңге, сатып алынды 165 теңге, 2 билет қалды неше теңге? 165-ке 2-ні көбейтеміз, 330 теңге, 2 билет, 600-ден 330 азайтсақ 270 теңге. Алияның 270 теңгесі қалды. Бос орындарға тиісті сандарды қой дейді. 530 тең 20 қосылған 360 қосылған 150, 530 тең 220 қосылған 130 қосылған 180, 530 тең 310 қосылған 20 қосылған 200, 530 тең 5 қосылған 500 қосылған 25. 640 тең 380 қосылған 60 қосылған 200, 640 тең 170 қосылған 200 қосылған 270, 640 тең 150 қосылған 330 қосылған 160, 640 тең 490 қосылған 50 қосылған 100. 420 тең 840 бөлінген 2, 420 тең 2 көбейткен 210, 420 тең 3 көбейтілген 140, 420 тең 820 азайтылған 400, 310 тең 930 азайтылған 620, 310 тең 570 азайтылған 260, 310 тең 155 қосылған 155, 310 тең 292 қосылған 18. Тіктөртбұрыштың ауданы белгілі, оның ұзындығы мен ені қанша? Барлық мүмкіндік нұсқаларды жаз дейді. Яғни, егер ауданы 96 метр квадратқа тең болса, ұзындығы 16 метр, 24 метр, 48 метр, 32 метр, 12 метрге тең. Яғни, ені 6 метр, 4 метр, 2 метр, 3 метр, 8 метрге тең болады. Дәл солай, ауданы 140 метр квадрат тіктөртбұрыштың ұзындығы 70 метр, ені 2 метр. Ұзындығы 35 метр, ені 4 метр. Ұзындығы 28 метр, ені 5 метр. Ұзындығы 20 метр, ені 7 метр. Ұзындығы 14 метр, ені 10 метр болуы мүмкін. Дәл солай, ауданы 150 метр квадрат тіктөртбұрыштың ұзындығы 175 метр, ені 2 метр. Ұзындығы 50 метр, ені 7 метр. Ұзындығы 25 метр, ені 14 метр. Ұзындығы 35 метр, ені 10 метр. Ұзындығы 70 метр, ені 5 метр болуы мүмкін. Тіктөртбұрыштың периметрі белгілі. Енді периметрі белгілі, ұзындығы мен енін болжап көрейік. Егер тіктөртбұрыштың периметрі 98 метр квадрат болса, метрге тең болса, периметрде квадрат болмайды, балар метрге тең болса, онда ұзындығы 36 метр, ені 13 метр. Ұзындығы 25 метр, ені 24 метр. Ұзындығы 31 метр, ені 18 метр. Ұзындығы 34 метр, ені 15 метр. Ұзындығы 40 метр, ені 90 метр болуы мүмкін. Периметр 120 метрге тең тіктөртбұрыштың ұзындығы 45 метр, ені 15 метр. Ұзындығы 52 метр, ені 8 метр. Ұзындығы 35 метр, ені 25 метр. Ұзындығы 4 метр, ені 20 метр. Ұзындығы 47 метр, ені 13 метр. Дәл осылай, периметр 140 метрге тең тіктөртбұрыштың ұзындығы 45 метр, ені 25 метр. Ұзындығы 62 метр, ені 8 метр. Ұзындығы 54 метр, ені 16 метр. Ұзындығы 40 метр, ені 30 метр. Ұзындығы 60 метр, ені 10 метрге тең болуы мүмкін. Диаграммада Астанада хан шатыр ішінде ойын-сауық орталығына келген демалушылар туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастыр, оны топтағы балаларға қой дейді. Яғни кинотеатрға неше адам кірді? Су аттракционына қарағанда Космо ойын-сауық орталығына неше адам артық келді? Демалушылардың нешеуі кафеге барды? Монорельстегі демалушылардың саны су аттракционындағы демалушылар саны нешеге кем?
Енді осы мәліметтерге қарап есептей қойсаңыздар дейді. Кинотеатрда 12 адам, кафеге 10 адам барды. Барлығы неше адам? 12-ге 10 қосамыз 22 адам. Барлығы 22 адам кірді. Көбейткіштердің квадратын көбейтінділермен ауыстыр дейді. Алмастырып, олардың мәнін тап. Жашашылған 4 квадрат қосылған 7 квадрат бөлінген 5 тең 13. Жашашылған 7 квадрат қосылған 10 квадрат көбейтілген 6 тең 894. 5 квадрат қосылған 6 квадрат қосылған 9 квадрат тең 142. 8 көбейтілген жашашылған 5 квадрат қосылған 6 квадрат тең 488. 10 квадрат азайтылған 3 квадрат қосылған 8 квадрат тең 155. 9 квадрат азайтылған жашашылған 35 қосылған 4 квадрат тең 30. Екілік қатар, яғни заңдылықты анықта оның кем дегенде 4 мүшесін жазып қатар жалғастырайық. 1, 10, 3, 9, 5, 8, 7, 7, 9, 6, 11, 5, 13, 4 болады, иә? Қалай? Себебі 1 мен 2-ге артып тұр. 10 мен 9 1-ге кеміп тұр. 3 пен 5 2-ге артып тұр. 9 пен 8 1-ге кеміп тұр. 5 пен 7 2-ге артып тұр. 8 пен 7 1-ге кеміп тұр. 7 мен 9 2-ге артып тұр. 7 мен 6 1-ге кеміп тұр. 9 мен 11 2-ге артып тұр. 6 мен 5 1-ге кеміп тұр. 12 мен 13 2-ге артып тұр. 5 пен 4 1-ге кеміп тұр. 16 мен 15 1-ге артып тұр. 12 мен 11 1-ге кеміп тұр. 15 мен 14 1-ге артып тұр. 12 мен 11 мен 10 1-ге кеміп тұр. 14 пен 13 1-ге артып тұр. 10 мен 9 1-ге кеміп тұр. 13 пен 12 1-ге артып тұр. 9 мен 8 1-ге кеміп тұр. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.